Жалқаулық бұл кең тараған қарапайым құбылыс. Шынында біз ғана жалқау болмаймыз. Біздің ақыл-ойымыз да жалқау бола алады. Бұл ақыл-ойды жаттықтырудың ең басты себебі. Біз ақыл-ойымызды жаңа ойлау дағдысына жаттықтыру арқылы таңғаларлық артықшылыққа ие боламыз. Дәл осылай жалқаулықты жеңуге болады. Еш нәрсеге, ештеңеге күш салмай жете алмайтынымызды түсіну қажет. Сондықтан сіз қабылдайтын шешім сіздің өзіңізге негізгі сұрақ қою былай болу керек. Шынымен де мен табысты болғым келеді ме? Шынымен де мен қолымнан келетін керемет өмір сүргім келеді ме? Шынымен осының барлығы менің қолымнан келеді ме? Егер сіздің жауабыңыз иә болса, онда сізге табысты болу үшін жасау керек әрекеттерге бар күшіңізді салу қажет. Сіздерге осыған жетуге көмектесетін қарапайым бір әдіс бар. Ақылдың күшін басқару курсының техникаларын қолданыңыз. Өзіңізді мақсатына жететін адам деп елестетіңіз, бейнелеңіз. Өзіңізді барлық шешімді қабылдайтын, қажет әрекетті жасайтын, бастаған ісін аяғына жеткізетін адам деп елестетіңіз. Осы сіздің жаңа кейпіңіз болуы қажет. Өзіңізді жалқау, бастаған ісін аяқтамайтын адам деп бейнелеу жаңа кейіпке алмасу керек. Егер сіз санаңызда, миыңызда өзіңізді жалқау адам деп елестетсеңіз, ол солай болады. Сіздің санаңыз бойыңызға сол кейіпті, сол бейнені сіңіреді. Тап осы санаңыздағы өзіңіз туралы образ сізді ұстап тұрған жалғыз нәрсе. Бұл образды неге өзгертпеске? Ал бұл образды менің техникамды қолданып өзгертуге болады. Өзіңіз әрекеттің адамы деп елестетіңіз, көрсетіңіз. Бірақ сіз бастаған ісін аяғына жеткізетін адам деп қана елестетпеңіз, сонымен қатар өз әрекетін жасап жатқанын ұнататын адам деп елестетіңіз. Менің бір суретші досым бар. Ол маған шығармашылық жұмысының әр сәтінен ләззат алатынын айтты. Яғни сурет салу процесінен. Ол суреттің аяқталғаннан кейін қандай болып шығатынын елестеткенді сүйеді. Бояуларды араластырғанды сүйеді. Әр таңда келіп суретті салуды жалғастырып, әр кеште қылқаламдарды жуып тазалағанды сүйеді. Ол тек соңғы нәтижеден емес, нәтижеге дейінгі әр қадамнан ләззат алады. Осы әдісті біздің әрбіріміз табыс туралы бейнемізде өзіміздің санамызға қосу керекпіз. Бізге жасап жатқан ісіміздің әр қадамын, әр сәтін сүюді үйрену керек. Кез келген нәтижеге жетудің негізгі қадамы шешім қабылдау. Жалқаулықтың шегінен шығуға, бастаған істі кейінге қалдырудан бас тартуға шешім қабылдау. Бұл шешімді бәріміз қабылдауымыз керек. Әрбіреуіміз. Сіз жалғыз емессіз. Жалқаулықпен күресте сіз жалғыз емессіз. Сол себепті дәл бүгін өзіңізді санаңызда ынталы, нәтижелі, бастаған ісін аяқтайтын адам ретінде бейнелеп, елестетуді бастаңыз.